Так, санамастан құрметті тыңдаушылар, бүгінгі біздің қозғайтын тақырып жалпы автомобильдерде қолданылатын, қазіргі заманғы современный автомобильдерде қолданылатын іштен жану двигательдеріне, соның ішінде механизмдеріне, механизмнің газ-тарту техникалық қызмет көрсету тақырыбын қозғаймыз. Енді жалпы двигательге келетін болсақ, қазіргі таңда бәрібір мына автомобильдерде іштен жану двигательдер қолданылады. Немесе отынның классикалық түрлері, бензин, дизель, газ баллонды болсын отында қолданылады. Электромобильді двигательдерде, электродвигательдер қолданылады. Соған қарамастан основной негізден іштен жану двигательдері қолданылады. Отынның түрлеріне қарай, бензин, дизель, газға қарай. Енді жалпы айтқанда іштен жану двигательдердің негізгі атқаратын қызметі өздеріңіз білесіздер, құрметті оқушылар, химиялық энергияны механикалық жұмысқа айналдырады. Бұл двигатель механикалық жұмысқа айналдырғанда неден тұрады деген кезде екі негізгі механизмнен, сосын бірнеше жүйеден тұрады. Ол екі негізгі механизм ол қандай двигатель болмасын, қай автомобиль болмасын, европейский автомобиль болсын, Қытайдың автомобиль болсын, ресейлік болсын, америкалық автомобиль болсын, барлығында жаңағы қолданылатын механизм жүйелер бірдей болады. Конструктивтік ерекшеліктері мен жұмыс істеу принциптері, негізгі ақаулар бәрі бірдей келеді. Негізгі екі механизм ол кривошейп шаблонды механизм, газ тарату механизмі. Ал жүйелерге келетін болсақ, майлау жүйесі, салқындату жүйесі, қоректендіру жүйесі, оталдыру жүйесі мінекей. Осындай жүйелердің жиынтығымен осы екі механизмнің бірге жиынтығын жалпы міне алдымызда тұрған осындай іштен жану двигателін құрайды. Енді бүгінгі біздің сабағымыздың негізгі тақырыбы, құрметті оқушылар, осы екі механизмге, кривошейп шаблонды механизм, газ тарату механизмдеріне техникалық қызмет көрсету тақырыбы. Сабақтың негізгі мақсаты жану камерасындағы компрессияны анықтау, және двигательдің қаңқаға немесе кузовқа бекітілген орнын бекітуін тексеру, одан кейін мына клапан механизміндегі жылу саңылауларын қалай реттеуді үйрету, содан кейін двигательдің әртүрлі режимінде двигательдің жұмыс істеуін тыңдау. Вот соны үйрету болып табылады сабақтың мақсаты. Енді бүгінгі сабаққа біз негізгі жаңағы қолданылатын көрнекі құралдар есебінде мінекей біз классикалық двигатель контактілі орнатылған ВАЗ-2106 автомобилінің іштен жану двигателі. Содан кейін техникалық қызмет көрсетуде кривошейп шаблонды механизмнің газ таратумен қолданылатын негізгі құралдардың бірі компрессорлер болады, компресс фиксерлер насадкасы бар. Содан кейін жылу саңылауды тексеру үшін классикалық двигательдегі вазовский модификация арнайы саңылау тексеретін щуп белгілеу өзінің өлшемді размерде щупты қолданамыз. Щуп не екенін көрсететін сабақта. Динаметрлік кілт, тарту күшін, қатайту күшін анықтау үшін двигательді жинастырған кезде қолданылатын кілттің негізгі құралының бірі. Содан кейін средстволық комплект. Енді сіздермен біз сабақтың бастар алдында, құрметті оқушыларда, біз еске түсіріп алайық, нені анықтап аламыз. Осы екі механизмнің не үшін қолданылатыны, осы екі механизмнің іштен жану двигателінде атқаратын қызметі және де мына техникалық қызмет көрсетуде негізгі ақаулары қандай болады, ақаулардың салдары қалай болады, не үшін двигатель қуаттылығын жоғалтады деген сұрақтарға тоқталып кетейік. Жалпы айтқанда міне двигательдің бірге жиналып тұрған механизмде жиналып тұрған жаңағы плакаты, контактілде міне двигатель жиналып тұр. Мына жерде полностью жүйелері алынған,
оталдыру жүйесін тек жаңағы мына прорватор сверлитель мен свечной проводтар свечсіз қалдырған, қалған полностью толығымен салқындату жүйесі, майлау жүйесі сұйықтары құйылып алынған, қоректендіру жүйесі тек қана мына карбюратор қалып тұр, коллектормен бірге шығатын. Қалғанның барлығы, значит, алынып қойған, тек қана осы екі механизм қалып. Енді кривошеев шатылдыру механизмінің атқаратын қызметі не деген кезде, оны барлығыңыз білесіңдер, күнделікті сабақтар өтіп жүрсіңдер. Мынау міне осы екі механизм бірге жиналып тұрған. Кривошеев шатылдыру механизмінің атқаратын қызметі поршеннің цилиндр ішіндегі, каждый цилиндр, әр цилиндрдің ішіндегі жоғары төмен қозғалысын, екі бөліктер арасында қозғалысын иінділіктің айналмалы қозғалысына айналдырушы керек. Жалпы айтқанда, бізге мына двигатель айналдырушы момент беру керек, айналдырушы момент болу керек. Сондықтан да міне негізгі механизм осы кривошеев шатылдыру механизм. Ал осы механизммен бірге жұмыс істейтін келесі механизм бұл мына цилиндрлер блогының қақпағына бәрі жинақтар түрінде бекітілетін механизм, бұл газ тарату механизмі. Газ тарату механизмі атқаратын қызметін өздерің білесіздер, алдыңғы сабақтарда бәрі толық айтылған. Дер кезінде жану камерасына жанғыш қоспаны енгізу, бүрку форсункалардың болса, және қалдық газды сыртқа шығарып жіберу. Енді осы екі механизм негізгі ақаулары қалай? Бірінші, мына техникалық қызмет көрсетудің әдістерін көрсетпестен бұрын біз осы механизмнің негізгі ақауларына тоқталайық. Негізгі ақаулар былай. Вот, мысалы, міне кривошеев шатылдыру механизм жаңағы износка кетеді, не тозады. Ақауы қалай болады дегенсің мінекей. Мына вкладыштар болады, құрметті студенттер. Вкладыштар тозады. Вкладыштар кептетіліп қалады. Үйкелістің әсерінен. Вкладыштар бұзылады, разрушение болады. Вкладыштар, значит, сынады. Осы бір ақауы мінекей. Келесі. Иінділіктің түп мойынның блокқа бекітілу жері тозады, деформацияланады. Содан кейін иінділіктің өзінің деформациясы. Ол деформация, мысалы, майысуы мүмкін, діріл пайда болуы мүмкін. Содан кейін кривошеев шатылдыру механизм ақаулары бұл сақиналардың тозуы. Мына шатылының астыңғы головкасының вкладыштердің астыңғы головкасының тозуы, үстіңгі головкасының втулкілердің тозуы. Шатылының бұралып кетуі, астыңғы головканы бекітетін болттардың үзілуі, шатылының үзілуі, бұл кривошеев шатылдыру механизмдердің негізгі ақаулары. Ең көп тараған негізгі ақаулардың бірі болып табылады. Қазір міне сабақтың барысында айтып кетеміз, бұл ақауларды двигатель жұмыс істеп тұрған кезде техникалық қызмет көрсету барысында қалай анықтаймыз, немен анықтаймыз деген сияқты. Міне кривошеев шатылдыру механизмінің негізгі ақаулары. Және блоктың жарылуы, мысалы, ол енді блоктың жарылуы көп бола бермейтін нәрсе. Негізгі айналмалы жаңағы бөлігінде кривошеев шатылдыру механизмі жаңа айтып кеткен деформациялар. Сондай-ақ мына блоктың ажарлану бетінің деформациялану, немесе головка кіршікпен екеуінің ортасында төсеніш болады, сол тозады, және екеуінің арасында жаңағы нығыздалып бекітілуі, ол сол жер тозса, ол жерде мысалы давление шығады. Мына жердің тозуы, ажарлану бетінің тозуы, прокладкалардың тозуы, алдыңғы лобовой кіршіктен май лақтырылуы, прокладкалардың тозуына байланысты, сосын блоктың трещиналары, жарылуы. Бұл негізгі мына кривошеев шатылдыру механизмінің ақауларының бірі. Сосын тағы бір көп кездеспейтін ақаулының бірі, міне астыңғы тіреу қақпақтарының болттарының үзілуі. Және қолданылатын вкладыштық төсеніштердің онтақтатылуы, бұзылуы, износ болуы, немесе үйкеліп, шығарып бітуі. Осы негізгі ақаулар болып табылады. Енді газ тарату механизміне келетін болсақ, біздер білеміз, газ тарату механизмінің ақауы бұл іштен жану двигателінде қуаттылықты жоғалтады. Мощность теряет двигатель. Содан кейін біз жоғалтамыз, мына двигательдің ішінде отын үнемділігі жоғалады. Сондықтан да газ тарату механизмінің негізгі ақаулары бұл былай болады, негізгі ақаулары. Мына күйінде соққысы мен стержендердің арасындағы жылылық саңылаудың болмауы, бұл бір.
Екінші, түп мойындардың тозуы, содан кейін тісті шестерналардың тозуы, одан кейін біздер білеміз, қазіргі автомобиль двигательдерінде таратқыш біліктің привод іске қосылып ременді болады, немесе цепной болады. Осы цептің, ременнің, тістерінің тозуы, мына цептің шестернадан секіріп кетуі, натяжительдің тозуы. Осының барлығы таратқыш жаңағы механизмнің ақауы. Сосын тағы бір ең негізгі ақаудың бірі мына фаскілердің ана ершікке отыратын орны, сол фаскілердің күйіп кетуі. Осыдан болады. Бұл клапандардың асу жолына кедергі болады, қуат жоғы. Содан кейін бағыттауыш втулкілердің тозуы. Бұл негізінен газ тарату механизмдердің негізгі ақаулары болып табылады. Енді құрметті оқушылар, құрметті тыңдаушылар, студенттерді, бүгінгі тақырып негізгі жаңағы техникалық қызмет көрсету болғандықтан жаңа басында айтып кеттік. Мақсатымыз сіздерді жану камерасындағы компрессияны анықтауды үйрету дедік. Одан кейін жаңағы двигательдің жұмыс істеп тұрған кездегі жаңа айттық, кривошек шатылды механизмі, газ тарату механизмдері двигатель жұмыс істеп тұрған кезде ақау болса, тырсыл пайда болады. Тырсыл. Звонки дейді, мысалы, арық күйінде, глухой дейді, блоктың түбінде болады, блоктың үстіңгі жағында болады. Осы тырсылдарды техникалық қызмет көрсету барысында стетоскоп арқылы тыңдау. Содан кейін мына газ тарату механизмінің жылулық саңылауды, күйінде соққышымен стерженьнің арасындағы жылулық саңылауды үйрету. Жалпы техникалық қызмет көрсету осы екі механизм осымен жаңағы осы жұмыстар атқарылады. Енді қазір білесіздер, мына современный двигательде, қазіргі заманғы двигательдерде мына саңылауды реттеу әртүрлі автомобильдерде әртүрлі. Мысалы, мына классикалық вазовский тұрған 21.06-да саңылау реттеуіш винттің бұрау отырып, реттеуіш винттің бұрай отырып. Мына күйінде соққысымен клапан стерженьнің арасында мына өлшемді шүкті сала отырып тексереміз. Осы простой. А бірақ бір ерекшелігі тағы мына вазовский алдыңғы жетектегі автомобильдерде бір ерекшелігі мына клапанды реттеу. Онда шүк емес, онда қолданылады бізде арнайы реттеуіш тарихлары қолданады. Бірақ та бұл реттеу барысында өзінің реттеудің реттілігі болады. Бірден бастап осыған дейін өзінің реттілігін техникалық қызмет көрсету кезде біз ұмытып кетпеуіміз керек. Енді тағы бір айтып кететін нәрсе. Мына жоғарыда көрсетілген ақаулардың барлығы газ тарату механизмінің КШМ-нің ақауларын алып келетін жаңағы бір жиынтық қорытындысы бізде компрессия жоғалтамыз. Бұл компрессия жоғалтқаннан кейін сығымдалу тактісінің аяғындағы цилиндрдегі давление жоғалады. Соныстар ма? Сығымдалу тактісінің аяғында. Енді, осы бұл айтқанда қысым төмендейді. Қысым төмендегеннен кейін біз двигательдің қуаттылығын жоғалтамыз. Сондықтан да ең бірінші техникалық қызмет көрсету кезінде қойылатын талаптың бірі бізде двигатель оталған, содан кейін сөнген, қызғаннан кейін барып компрессия өлшенеді. Компрессия өлшеу үшін жаңа айтып кеттім, арнайы құрылғы компрессометр бар, или компрессия-граф деген бар. Біз сізге қазір компрессометрді көрсетіп тұрып мінекей. Компрессометр, значит, штатив бар, басында соединение қосылады. Осы штативті ала отырып, біз двигательдегі мына свечной проводты аламыз да, свечный ағытып алып, каждый свечной орнына штатив салып отырып, компрессия сығымдалу тактісіндегі каждый цилиндрдің қысымын тексереміз. Міне, жанындағы кнопканы баса отырамыз да, нөлге алып келеміз, жібергеннен кейін бар көрсетіледі. Бірақ та бір нәрсе бар бұл жерде ескеретін.
дизель мен бензин двигательдерінде әр цилиндрдегі белгілі бір нормативтер қойылған. Мысалы, дизельде цилиндрдегі компрессияның қысымы 2 МПа болу керек, 2 мегапаскаль. Ал бензин двигательде 0,6-да 1,2 болу керек. Бірақ та каждый цилиндрді өлшеген кезде, мысалы, әртүрлі болу компрессия, сол ауытқушылық дизель болсын, мына бензин двигательдерде болсын, 1 МПадан аспау керек. 1 МПа мегапаскальден асып кетпеу керек. Жаңағы мына техникалық қызмет көрсеткенде біз компрессорды өлшегендегі көрсеткішіміз. Енді тағы айтатын нәрсе, мына айтып отырмыз жылулық саңылауды. Мына жерде мысалы жылулық саңылауды дейді. Мына классикта шөппен өлшейміз. Мысалы гидрокомпенсатор деген бар. Мына түрткіштер каналмен соққысы гидравликалық жұмыс дейді. Олар автоматты түрде реттеледі. Бірақ гидрокомпенсаторы бар двигательдерде біз пайдаланған кезде майдың сапасы жоғары болу керек. Неге дейсіздер ғой? Егер де май қолдану эксплуатация барысы кезінде күйе пайда болатын болса, майдың сапасы төмен болатын болса, онда компенсаторлар істен шыға бастайды. Вот міне мына автоматический жаңағы регулировкаде, мына реттеуде, соның бір ерекшелігі осы автоматический. Енді мына газ тарату механизм ақауларын айта отырып, қуаттылық неше жоғалады деп жаңа айтып кеттік. Қуаттылықтың жоғалуы жаңа саңылаудан болады дедік. Бұдан кейін жаңағы газ тарату механизмінің ақауларына пружиндардың клапан серіппелерінің сынуы, серіппенің серпімділік қасиетінің жоғалтуы. Содан кейін тағы бір айтып кететін нәрсе. Мына компрессияның жоғалуы, мына блок қақпағының арасындағы прокладканың жыртылып тозылуы және жинастыру барысы кезінде дұрыс тартылмауынан болады. Содан кейін техникалық қызмет көрсету барысында біздер мына кривошей сатудың механизмінде негізінен үшке бөлінеді қызмет көрсету, техникалық қызмет көрсету. Бұл күнделікті техникалық қызмет көрсету, содан кейін техникалық қызмет көрсету 1, содан кейін техникалық қызмет көрсету 2, маусымдық техникалық қызмет көрсетумен бірге жүреді.